Ағаларымыз Насылдың қызыл жұмыртқа мерекесімен деп па? Нұргүл апайды тыңдап көріңіз. Нақты айтады, қызыл жұмыртқа мерекесі қалай пайда болғанын, қайдан шыққанын, сол кісіге үлкен алғыс білдіремін. Маған мынандай астыма пікірлер қалдырып кетемін, жазып кетіпті бір кісі. Менің күлкім келіп кеткені, қалмақтар мен бізді тәңіршілерді, мен сізге мынаны айтайын, бүкіл әлем тәңір дінінде болады да бола береді. Ол сіздер 2000 жылдан бері христиан религиясы, 1400 жылдан бері ислам религиясы, иудаизмде келатқан сол 2000 жылда ол сіздер кеше ғана бүкіл дүниежүзілік аренада пайда болған өтірік жалған секта, ақша жасаудың, бизнестің көзі ойлап тапқанның құлысыздар. Кеше 2025 жыл болды. Ал біз шын мәнінде әлімсақтан келе жатырмыз. Бүкіл жаратылыс, қалай әлем жаратылды, содан бері келе жатырмыз. Мұз айдындары болсын, неше түрлі суықтан мың өліп мың тіріліп, неше түрлі сол джунгли, динозаврлардан, неше түрлі алапаттардан келе жатып, осы міне түріміз сақталынып, қанымызды бұзбай, тілімізді сақтап, салт дәстүрімізбен, тәңір дінімізбен келе жатқанымызға міне ата-бабама мың шүкір, мың тәубе, аруақтарына мың тағзым. Өзім де ары қарай ұрпағыма соны әдет ғұрыпты, салт дәстүр, тәңір дінін үйретіп, олар да бізге аруақтарымызға тағзым жасап, аруақтарымызды еске алып отыратындай дәрежеге жеткіземін. Уайымдамай қойыңыздар мен үшін, мен отбасым, мен әулетім үшін уайымдамай қойыңыздар. Ислам религиясын мадақтап, ислам религиясын Авраамның сол 3 сектасын, бизнестік қорын ұлықтап, соған құл болам десеңіздер, сіздерге Қазақстан керемет зайырлы мемлекет, білген боқтарыңыз істеп жүре беріңіздер. Бірақ менің қазақшылығыма, менің қазақтығыма, менің ұлттылығыма сіздің шаруаңыз болмасын. Жазып кеткен жаңа комментарий пікір жазған кісіге айтып жатырмын. Кеше ғана қазақ болдың, одан алдын кім едің дейді. Не шатағым бар менің кім болғанымды? Өзіңді ойласайшы. 2025 жыл болдың, 1456-дан бері исламист екенсің. Оның алдында кім болдың? Мен де шатағым жоқ. Мен қазақтың қызымын, сіргелі, ақкөңіл. Қай ел, қай жүз, қай ұлтқа жататынды Құдайға шүкір 5 саусақта білемін. 7 атам, 77 атама деймін, Құдайға шүкір толықтай білемін. Мен үшін уайымдамай қойыңдар. Кім екенімді білемін.